Сәлем достар. Бүгін біз Розаның жаңа әнін қазақшаға аударып, оның жасырын мағынасын зерттейміз. Егер сен Blackpink'тің фанаты болсаң, немесе Розаның шығармашылығын жақсы көрсең, онда видеоны соңына дейін қара. Алдымен Toxic Till the End деген атаудың өзіне назар аударайық. Бұл қазақша соңына дейін өтті деген мағына береді. Яғни ән кәдімгі қарым-қатынас туралы емес, керісінше екі жақта бір-біріне зиян келтіретін махаббат хикаясы жайлы болады. Call us what we are, toxic from the start. Can't pretend that I was in the dark. When you met my friends, didn't even try with them. I should've known that. Біз кім екенімізді айта бер, басынан-ақ өтті едік. Роза қарым-қатынастың басынан-ақ бәрі дұрыс болмағанын мойындайды. Яғни бұл жерде ешқандай алдау, иллюзия жоқ. Мен ештеңе білмегендей түр көрсете алмаймын. Бұл жолдан оның бәрін түсінгенін, бірақ бәрібір жалғастырғанын көруге болады. Кейде махаббат бізді ақылға қонымсыз шешімдер қабылдауға мәжбүрлейді. Солай емес пе? Достармен танысқанда оларға жақындауға тырыспадың да. Егер біреу сені шынымен жақсы көрсе, сенің өміріңдегі маңызды адамдармен жақсы қарым-қатынас орнатуға тырысады. Бірақ Розаның серіктесі оған мән бермеген секілді. Мен мұны сол сәтте-ақ түсінуім керек еді. Бұл жерде ол өзін кінәлап тұрғандай. Яғни сол кезде ақ бұл қарым-қатынастың жақсы нәтиже бермейтінін түсінуім керек еді деген ойды жеткізіп тұр. Айлакерлігің керемет, шынымды айтсам әсерлі. Роза өзінің серіктесін айлакер, манипулятор ретінде сипаттайды. Бірақ ол оны бір жағынан таңғаларлық деп есептейді. Бұл уытты қарым-қатынастың айқын белгісі. Енді сенің жүзіңді көргім келмейді дедім. Бірақ шын мәнінде ол былай дейді. Ішімнен сені қайта көруге асық болдым. Міне, осындай қарама-қайшылықтар уытты қарым-қатынастың ең басты белгілерінің бірі. Адам біреуді сүйеді, бірақ сонымен бірге ол адам оған зиян келтіреді. Ladies and gentlemen, I present to you the X. His favorite game is chess, who would ever guess? Playing with the pieces in my chest. Now he's on the screen, I'm saying don't leave. You saw that line from me cause you're just jealous and possessive. So manipulating, honestly impressive. You had me participating. Менің жүрегімнің бөліктерімен ойнады. Шахмат, тактика, стратегия, есеп дегенді білдіреді. Яғни Роза серіктесін махаббатты ойын ретінде қабылдайтын есепшіл адам ретінде сипаттайды. Енді экраннан кетпе деп айтып тұр. Бұл жерде қазіргі заманғы қарым-қатынастардың тағы бір қыры көрсетілген. Сен біреумен бірге болмайсың, бірақ әлеуметтік желілерде ол адам сені қудалап жүр. Мен саған көп нәрсені кешіре аламын. Тиффани сақиналарымды қайтармағаның үшін де, бірақ ол бір нәрсені ешқашан кешірмейді. Сен менің ең көрікті жылдарымды рәсуа еттің дейді. Бұл өте ауыр сөздер. Роза өзінің уақытын бекер жұмсағанына өкініш білдіреді. Running out of your place, I said I never want to see your face. I've been, I couldn't wait to see it again. We were toxic. It's even when I said it was over, you hurt. Baby, can you pull me in closer? You hurt. Thought enough to say in my head.
бұл ән махаббат, отты қарым-қатынас, тәуелділік және өкініш туралы. Бұл оқиға оның жеке өміріне қатысты ма, әлде жай ғана ойдан шығарылған ба, белгісіз.